Брынза дайындау үшін міндетті түрде фермент қажет. Закваска. Бұл заквасканы қоспауға да болады. Өлшеуіш қасық. Міндетті түрде термометр. Қайнаған жылы су. Өлшеуіш осындай стақан. Форма. Бұндай форма болмаса, мынандай дуршлаг. Пышақ. Мынадай шампурдан жасалған пышақ. Бұл сырдың массасын кесуге өте ыңғайлы. Бірақ бұл пышақтың болуы міндетті емес. Жай ғана осындай асхананың пышағы болса да жарай береді. Қазір брынза дайындаймын. Ол үшін 5 литр сиырдың сүтін алдым. Сүтті сауылғаннан кейін 12 сағат тоңазытқышта ұстау керек, немесе 24 сағаттан аспау керек. Дәл қазір сүтті 32 градусқа дейін қыздырып аламын. Сүттің түбі күйіп кетпеу үшін былғауды ұмытпаймыз. Сүтті 32 градусқа дейін қыздырып алдым. Енді осы жылыған сүттің үстіне жарты өлшеуіш қасық закваска шашамын сүттің бетіне. Осы қалпында 1 минутқа қалдырамын. Сол уақыт өткеннен кейін 1 минуттың көлемінде астынан үстіне қарай араластырып отырып былғаймын. Енді бетін жауып, осы қалпында 10 минутқа қалдырамын. Сол уақыттың ішінде закваска белсендіріледі. Енді фермент дайындаймын. 34 градус шамасындағы жылы судан 10 мл құйып аламын. 10 мл. Осы судың үстіне фермент қосамын. Мынау өлшеуіш қасықпен 1,5 өлшеуіш қасық. 1. Енді жартысын аламын. Жақсылап араластырып 15 минутқа қалдырамын. Сол уақытта фермент активациядан өтеді. Енді сүтті 34 градусқа дейін қыздырып аламын. Ферментті дайын болды. Жаңағы қызған сүтіміздің үстіне жіңішке ағыммен ферментті осылай құйып шығамын. Бірден 40 секундтың көлемінде төменнен жоғары қарай араластырып аламын. Мінекей араластырып болдым. Енді бетін жауып 40 минутқа қалдырамын. Уақыт өтті. Өте тамаша ұйыды. Енді осы ұйыған сүтті арасын 1,5 сантиметр етіп кесіп аламын. Ең алдымен осылай көлденеңінен, кейін тігінен кесіп шығамын. Ара қашықтығы 1,5 сантиметр болу керек. Өте әдемі ұйыған сүт. Әдемі кесіліп жатыр міне. Енді тігінен кесемін. Оның да ара қашықтығы 1,5 сантиметр болу керек. Енді 5 минутқа бетін жауып қалдырамын. Сол уақытта оның сары суы шығады. Енді шампурдан жасалған пышақты пайдаланып, ұйыған сүтте пайда болған бағандарды бетінен астына дейін арасын 1,5 сантиметр етіп, тура осылай кесіп шығамын.
шампур болмаса, пышақты салып, осылай кесіп шығуға болады. Енді 5 минутқа бетін жауып қалдырамын. Сол уақытта сары су шығады. Көріп тұрғаныңыздай сары су шықты. Енді осы массаны 34 градусқа дейін қыздырамын. Сол уақыт аралығында 5 минут төменнен жоғары қарай былғап отырамын. Өте әдемі сырдың массасы. Сары суынан арылу үшін тағы да 5 минутқа демалдыруға қалдырамын. Тағы да 5 минут бұлғаймын. Сары суы жақсы шығып жатыр мінекей. Көбіктарымыз домаланып, сырдың массасына айналып жатыр. Температура тұрақты 34 градус болу керек. Мінекей көріп тұрғаныңыздай сырдың массасына айналып жатыр. Өте тамаша. Процесс нормада. Брынзаны дайындаудың бірнеше әдісі бар. Менің көрсетіп тұрған әдісім өте ыңғайлы әрі жеңіл. Бұлғаған сайын сырдың мынау шариктары сығылып, сары суы жақсы шыға бастайды. Көріп тұрғаныңыздай, бетіне сары су әбден шықты. Енді мен артық сары суды төгіп тастаймын. Мінекей, артық сары су төгілді. Енді осының үстіне тұз салып, дәмін келтіріп аламын. Бір ас қасық. 2 ас қасық. Араластырып алайын. Тағы салға болады. Бұл брынза ерекше болады, себебі арасына болгар бұрышы мен зәйтүн саламын. Екіншісінде тура солай зәйтүнді қосып, араластырып салып шығамын.
Мінекей сырдың массасын зәйтүн араластырып салып алдым. Енді 5 минутқа осылай қалдырып, кейін аударамын. Брынзаны аударатын уақыт келді. Мінекей, аудару қиын емес, оп-оңай. Брынзаның сары суы толығымен аққанша 2 сағатқа осы жерде қалдырамын. Кейін оны тоңазытқышқа қоямын. Тоңазытқыш жағдайында брынзаны 7 тәулікке дейін сақтауға болады. Уақыт өтті. Брынзаның тоңазытқышта салқындап тұрғанына 4 сағат уақыт болды. Енді мінекей турап көрсетейін. Дәл осындай брынзаны сіз де өзіңіздің асханаңызда дайындай аласыз. Осы мастер-класс сыр әлемінің қыр-сырын үйрену үшін сіз үшін үлкен мүмкіндік. Мінекей. Өте дәмді, сиырдың сүтінен дайындалған табиғи таза өнім.